Жер бетінде 12 адамның аяғы айға тиген. Интернеттен суреттерін кездестіруге болады. Бірақ бұның бәрі өтірік. Егер адам айға жетсе, олар айдан жерге қарай қалай ұшты? Айда ғарыш станциясы бар ма деген қарсы пікірлер айтылып жатады. Барлығын қарапайым тілмен түсіндіруге тырысып көрейін, ал сіз парақшама тіркеліп алыңыз. Жерден ұшып шығатын зымыран сол күйде айға жетпейді. Зымыран 3 бөліктен тұрады. Әр бөліктің өз қызметі бар. Бөліктерді бірінші, екінші, үшінші деп алайық. Бірінші бөліктің қызметі зымыранды жерден көтеріп, тропосфера қабатынан стратосфера қабатына жеткізу. Осы жерде бірінші бөліктің қызметі аяқталады, зымыраннан ажырайды, мұхитқа құлайды. Енді зымыранның екінші бөлігі іске қосылады. Қызметі адамдарды стратосфера қабатынан мезосфера қабатына жеткізу. Мезосфера қабатына жеткенде екінші бөліктің қызметі аяқталады, зымыраннан ажырап, атмосферада жанып кетеді, немесе мұхитқа, шөлге құлайды. Ары қарай үшінші бөлік іске қосылып, атмосфераның қалған қабаттарынан өтіп, жер орбитасына шығарады. Осы үшінші бөліктің ішінде екі әуе кемесі орналасқан. Бірінде адамдар бар, онымен жерге қайтады. Ол Аполло деп аталады. Екіншісі айға қонатын әуе кемесі. Ол Лунар деп аталады. Жер орбитасында Аполло мен Лунар екеуі түйісіп, жерден ұшып шыққан зымыранның үшінші бөлігінен ажырап, ай орбитасына беттейді. Зымыранның үшінші бөлігі орбитада қалғып қалады. Аполло мен Лунар ай орбитасына жеткенде адамдар Лунарға ауысып, айға қонады. Ал Аполло ай орбитасында адамдарды күтеді. Адамдар тапсырманы орындап болғаннан соң қайта Лунарға отырады. Лунар енді екіге бөлінеді. Төменгі бөлік айда қалды, жоғарғы бөлік арнайы қозғалтқышпен орбитаға көтеріліп кетеді. Айда ауа жоқ және айдың тартылыс күші жерден 6 есе аз. Сондықтан бір қозғалтқыш кемені орбитаға алып шығуға жеткілікті. Айдан ұшу жерден ұшудан қайда жеңіл. Одан қалса жерден алып зымыран айдан кішкентай кеме ұшып жатыр. Орбитаға шыққаннан соң Лунардың екінші бөлігі қайтадан Аполломен түйіседі де адамдар Аполлоға қарай өтеді. Сосын екеуі қайта ажырайды. Лунардың екінші бөлігі айға құлайды, Аполло жерге қарай қайтады. Атмосфераның төменгі қабатына жеткенде парашют арқылы жерге келіп қонады. Бар схема осы.